Келесі бізде күйіміздің саға бөлігі, яғни домбыраның астыңғы бөлігінде орындалады. Ең бірінші бізде ашық қағыс төмен 0. Келесі 12-де 12, екінші саусақ және бас бармақтың көмегімен ұстаймыз. Екі қағыс ойнаймыз, төмен жоғары. Келесі 10, астыңғы шек 10-ға ауысады, төмен және қайтадан 12-де 12 төмен. Төмен жоғары 5 қағыс ойнаймыз осы жерде. Қосамыз. Келесі бізде 6-шы қатарымызда дәл осы тактыны қайталаймыз. Яғни бізде 2 рет ойналады. Келесі осы жерде ұстап тұрып 12-ні төмен қағамыз. Келесі такттарымыз бізде тағы да тек қана төмен қағыста ойналады. Төмен 14-те 12 төмен. Бұлай ұстаймыз. 3-ші, 4-ші саусақпен және 12, қайтадан 12-де 12 төмен. Және осы бас бармақ 2-ші саусақпен жоғары қарай шығып кетеміз. 10, 8, 7, 5 және астыңғы шекте 7-де 5 төмен. Қайталайық. 7-де 5-ті астыңғы шекте бұлай алады екенбіз. Келесі бізде 0-1 ашық, яғни төмен 1, 3, төмен 1, 3-де 3 алмай кезек 5 қағыз, 5-де 5 төмен жоғары, 3-де 5 төмен, қайтадан 3-де 5 қағыз, 5-де 5 төмен жоғары, және 3-де 5-ті бірінші және бас бармақтың көмегімен төмен. 3-де 3 5 қағыз алмай кезек, 5 төмен жоғары және 3-де 5 төмен, 3-де 3 5 қағыз алмай кезек және 7-де 5 3 қағыз. Келесі бізде 3-ші, 4-ші саусақпен алмай кезек 3 қағыз және 1-де 1 жоғары және 0. Келесі бізде 0, 1, 3, 5, 7, 3, 5, 3 барлығы байқасаңыздар тек төменгі қағыста ойналады. 5, 1, 3 алмай кезек 5 қағыз, бірінші саусақ бірінші перне, 3-де 3 қайтадан, 1-де 1 және ең басындағы бірінші тактымызды тартамыз. Бұл бірінші бөлімі біздің көріғлы күйіміздің осы бірінші бөлімді жақсылап қайталаңыздар. Сол кезде келесі екінші бөлімін тарту оңайырақ болады. Қазір біз көріғлы күйінің 9 қатарын тарттық.